Баяғыда біздің батырларымызды іште жатқанда, анасының құрсағында жатқанда батыр болатынын білген ғой. Қалай білген? Өйткені олардың аналары жерік болады ғой. Не болса соны жемеген да, қасқырдың жүрегін жеген, аюдың өкпесін, жолбарыстың бүйрегін, аю жаңа тағы не бар, арыстанның желкесін, бір мықты жануарлар жеген. Сөйтіп дүниеге Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай, Жалаңтөс Баһадүр, Бұқарбайлар келген. Мықты ет жеген. Қазір әйелдер не жейді білесіздер ма, жерік болса? Кілең жейтіндері соленый огурцы, капуста, греческий салат, требуха, бір шеттерінен закускаға жерік болады да жүреді қазірлердің барлығы. Сен огурцыдан шыққан балаға Бөгенбай болшы деп айтпайсың ғой сен. Ол Бөгенбай боламайды ғой ешқашан. Сен капустадан шыққан балаға айналайын бар, Бөгенбай бол, Қабанбай бол деп айтамайсың ғой. Ол деген кетеді ғой өзінің жұмысымен. Кейбір келіншектер, мен сіздерге айтайын, клубникаға жерік болады ғой. Ойбай, клубника қуанасың, қыз бала келе жатыр дүниеге. О, деп қызыл киімдер аласың, анаған күшті отырасың, еркек балаға келіп тұрады дүниеге. Клубникадан мен сіздерге айтайын, Бөгенбай болмайды ешқашан. Клубникадан құлағына сырға тағып, көзін боялған, ха-ха деген батырлар болады жерде. Ол қалай қорғайды? Қалай ел қорғайды ол? Біз кітап оқуымыз керек екен, құрметті ағайын, оқу керек екен. Мен біраз тарихи мәліметтерге кәдімгідей өзім тәнті болдым мен. Мысалға анау батырлар дүниеге келіп шығыр еткен сәбиге түріне қарап тұрып, қандай батыр болатынын айтқан ғой. Мысалы Шыңғысхан дүниеге қолында үйған қан болған екен да, сол шалдар, сол Моңғолдың шалдары ма білмеймін ғой енді. Мынау бүкіл әлемді билейтін император болады деген. Болды ма? Болды. Тағы бір батыр дүниеге келген кезде арқасында қал бопты, қылыш сияқты. Мынау мықты қолбасшы болады деген. Болған. Қандай мықты батырлар. Мысалы мен дүниеге келгенде не болғанын айтайын. Мен дүниеге келген кезде үстімде дым болмапты ғой, масқара ұялғандай. Жалаңаш деген батыр болыппын ғой мен. Мен өзім дүниеге келген перзентханаға әлі бармаймын, осы уақытқа дейін ұяламын мен. Уже 97-98 медсестра. Қалай барасың? Ағай сіз десе бітті ғой, ұят қой. Мен бірақ сіздерге жігіттер мен айтайын, әрбір әйел адам бірдеңе жерік болғанда бірдеңе жегісі келеді. Кейбір әйелдер болады, не жейтінін білмейді. Не жейсің енді айтсай, не жейсің? Білмеймін, андай баклажка бірдеңе деп айтып жатады, не жейсің? Шатасып жатады. Шыдамайтын күйеулер бар, таң-таң деп, мүмкін таяқ жеген келіп тұрған шығар, ондай емес. Не жеймін дейді, беру керек та. Өйткені ол ішіндегі балаға бір витамин жетіспейді деген сөз. Ол кальций жетіспеуі мүмкін, или натрий, или хлорид, мен білмеймін енді. Бірдеңе жетіспейді енді іштегі балаға. Мен сенбейтін, бұрын жек көрмеген тамағын неменеге жегісі келе береді деп. Сөйтсем адамның, әйел адам аңсары ауады екен ғой соған. Бір 5-6 бала тұптан адам ұсап тұрған жоқпын ба, мен бір? Мен зерттеп көрген, просто айтып жатырмын мен. Бір жегісі келеді дейді ғой. Мен мысалға айтайын, менің анам болған оқиға. Мені көтерген кезінде қасқырдың жүрегіне жерік болған ғой. Мен анам сондай болған ғой. Мен деген кәдімгідей қасқырды жегім келген ғой іште жатып. Сөйтіп әкеме барып айтқан, отағасы мен бала көтердім деген. Не жегіңіз келеді? Ұл ма қыз ба деп сұраған. Мен өзінше болмағасын точно білмедім ғой енді. Ұл ма қыз ба деген білмедім, бірақ қасқырдың жүрегін жегім келеді деген ғой. Әкем қуанған. Дүниеге батыр келе жатыр. Ел қорғайтын, жер қорғайтын. Қабанбай келе жатыр. Бөгенбай келе жатыр. Наурызбай келе жатыр. Жоқ дегенде Головкин келе жатыр деп қуанған ғой әкем. Ат шығарса болды да енді. Сөйтіп анам айтқан, отанасы үйде отыра беріңіз. Біз қасқыр табамыз дегенде ауылдың 5 аңшысын ертіп қасқыр іздеуге шыққан. Сырдың бойымен ежелгі тұран ойпады деп атсаң. Сырдың бойымен Аралға дейін қасқыр іздеген ғой. Жоқ, қасқыр жоқ. Әмудариядан іздейік деген. Әмударияның жағасында болады шығар деген. Барған, Әмударияның өзі жоқ ана жерде қасқыр түгілі. Сөйтіп не істейді? Қызылорда мен Жезқазғанның ортасында бір бетпақдала бар, үлкен, сол жерде болады, қасқыр деп естіген. Барған, жоқ, қасқыр жоқ. Бір 5-6 киік кездесіп қалған, киік, ақбөкен. Еті тәтті ғой деп атып алған, одан киікпен ұсталған, екеуі сотталған. Ол проблемалар көп аналардың. Сөйтіп, не керек? Үйге келген ғой, 2 адам жоқ, я қасқыр жоқ. Шаршаған, шөлдеген, сары судан су ішкен, 2-3 отравление, в общем, қырғын енді аналардың. Бұйырмаған болып тұр ғой. Сөйтіп үйге келіп анам айтқан, мен отанасы қасқыр таппадым деген. Сонда анам ренжімей, ештеңе қылмайды деген да, соленый огурцы жей салған ғой. Не болды енді? Бөгенбай болайын деп тұрған адамды құртып жіберіп тұр ғой, көрдіңіздер ме?
бір ел қорғап қабанбай болам ба ай дейін деп тұрсам огурциямен жоқ қылып жіберіп тұр ғой мен бекерден бекер почта аунап жүрген дейсің ба сол огурциядан кесір ғой бәрі мен бір соны иіскеп бір сағынып барды дейсің ба соны огурциядан кесірі бәрі мен қайта анама рахмет айтам клубника жемегеніңізге шүкір деймін да ол натурмен қалай сырға тағып боянасың сен лицо жесткое келмейді боянуға мына жаңа айттық қой не жегісі келеді дейді мен мысалға айтайын мен құдайға шүкір 4 балам бар сонда әйелім сол 4-еуін көтерген кезінде тек бір-ақ нәрсеге жерік болды ғой мен таң қалдым сондай да болады екен бір-ақ нәрсеге жерік болды менің миыма миым жеді ғой деген менің мен балдарым үшін ештеңе аяған жоқпын же дедім миымды үйден кірем шығам миым жейді телевизор көрем миым жейді сосын айттым жаным балдарым үшін шаршамассың дедім басым қақпағын ашып қойдым қасықпен жейсің ба қолмен жейсің ба соңында тойдау деймін мамасы екеуі бірге жеді ғой миымды бар ғой кәдімгідей не болды енді ал не болды су ми болдым кәдімгі ми жоқ ми оған соленый огурцы тош қалай аунамайсың площадьта деймін да енді оған диагнозым бар песочный мозг болған оқиғаның ізімен бір әңгіме айтып берейін 60-шы жылдары 1960 жылы біздің ауылда бір апай бала көтеріпті 60-шы жылдары көп адам көтерді ғой именно сол кісінің қызық болғанда бала көтергенде жерік болған кезде смола жегісі келген ғой қарасай не болса соны жей беретін болып тұр ғой мысалы холодильникте балың толып тұрады көшеден біреудің зорға дегенде аулап әкеліп балың жегісі келіп кететін әйелдер болады беру керек та сол кезде сонда ауылдың бүкіл әйелі айтты әй смола же деген ғой жеріңді қандырып ал жеп алсайшы не істеп тұрсың деген апа жемепті кір ол шаң лас мен желкенем деп жемеген сөйтіп не істейді бала дүниеге келеді оқу оқиды жұмыс істейді үлкен жерде бастық болады сөйтіп үкіметтің сал деп берген асфальтын салмай жеп қойған ғой ана бала көрдіңіздер ме жерігіне қанбаған балдар дейді да ондайларды екі ортада бала кетіп қалыпты уже ол барады да анауысы бар мынауысы бар ана жеп қойған асфальт жеп қойған адамды кінәлай береді негізі мамасынан кінә да ол жерде ана мамасы смола жегенде ана бала асфальт салып беретін еді ғой айтады ғой ойбай бір жердің ақша жеп қойыпты үкіметтен мектеп жеп қойыпты завод жеп қойыпты дейді ғой сол жерігіне қанбаған балдар ғой бәрі жеп жатқан көрдіңіздер ме кезінде мамасы жемегенде о балды аяйсың тәуекел енді кетті не істейсің бірақ мен айтайын құрметті көрермендер біздің әрбір қазақтың әйелі қасқырдың аюдың жолбарыстың жүрегіне жерік болсын өйткені біздің елімізді қорғайтын батырлар керек маған сенбеңіздер мен соленый огурциямен болған адаммын